Көкек айы туғанда бұл өңірдің халқы көктем иісіне көңіл ашып, жаз қамына кірісуші еді. Биылғы көкек туысы шалқақ, шалқар даланы қымтаған ақ көрпенің көбесі әлі сөгілген жоқ. Батыстан соққан суық боран алдағы жұттың хабаршысындай шықынады. Қасқырдай ұлыған дүлей боран сәресі кезінде бәсеңдеп, көп ұзамай саз берген көктің ұзақ сары таңы түн пердесін түре, өшкін сәулесін жер әлемге сараң шаша бастады. Қасатқар жапқан жапан түздегі қыраттар, жон-жоталар боздақ болымсыз сәулемен ағараңдап, қашқан түлкінің сауыры ұқсап болмашы шалынады көзге. Бара-бара бозамық сәуле нәрленді. Қарап перде астынан ашылған арудың ақша дидары секілденіп, ұзақтың құшағында мұңая мүлгіген ақ қабақ таулар түңлігі сырылған ақ ордадай бардана боп көзге басылды. Ымырт үйірле шаңырақ бұтақты шаң теректерге, тау күнгейіндегі ықтасын қыналы қызыл жартастарға қонақтаған ұялы құстар да ұйқысынан оянып, топшыларын қомдап, таранып, таң сәулесін жамылып алыстан алысқа қанат қағады. Жемір құстар осылай көк сеңгіріне сері мастанып шырқағанымен, қанды көздері жерге қадалып жемтік іздейді. Мүйіз тұмсықтарын қанға малуды аңсап, алыс қияндарды шарлауды жалықпайды. Сарылып жолға салған сары түннің азабымен, ызғарын ыстық қанмен арылтпаққа шалқар аспанды шарлайды. Осылайша шарықтап, шырқап алыстап барады да, қайта төмен құлдилап бұта, қараған, шидің түбімен ну жынысын орманды өңірлерді сүзіп өтеді. Бірақ қазірше далада таза, далада ұйқыда, тұяққа ілінер, тоят болар еш нәрсе жоқ еді. Алысқа кете алмай ауыл маңдағы қотыр теректермен үйеңкілерге қонақтап қалған әлжуаз қарға құзғындардың адам нәжісін аңдыса, салтақ ауыз сабалақ сауысқандар жауыр аттардың жалынан ерте желіндеген сиырлардың алақандай артынан аужал іздейді. Түнімен тала кезіп тісіне қызыл ілінбеген, қақпанға талай түсіп, тірсегі қиылған көк шолақ қасқырлар таң атқан соң өріске беттер саяқ малдарды торуылдап, қырқалармен белгілерде жастанып, алдыңғы аяғының үстіне жағалданған иегін сүйеп, өріс жолдарына нәумез көз қыдыртады. Жер бетіндегі жазықсыз мақұлықтарды мезгілсіз өлексеге жыққан жемеңгер құстар мен көкшолақ қасқырлар тіршілік жолын осылай баспалағанда, қолдарында қанды ауыз қару, білезік кісен, толарсақ кісенді ұстаған пендеден шыққан қанды ауыз жендеттер де сахарадағы бейкүнә халықты шеңбектеуге шеп құрып, шерік сайлап жатқан еді. Аз күннің алдындағы Тубанның әмірімен сасқалақтаған Көктоғайдың сақшы тыңшылары да қан аңсаған жыртқыштай елге қарай шыққалы 2 күн болған. Аудандағы сақшы мекемесінің шонжары қырдағы қызметке міндеттелген амандық қорғау отрядының қызметкеріне Диғаға барып, лаң салған, адам өлтіріп Тубаның тыныштығын бұзған, қаби бастаған жендеттерге жанашырлық етуге әсте болмайды. Тірдей қолға түсіре алсаң, тік тұрғызып бауыздап бандыларды ендігәрі бас көтертпесе етемін, деп шекесіне қанжарды безеп тұрып құлағына құйған. Міне осындай әмірді арқалаған сақшылар мен тыңшылар таң көбесі сөгіле қара бұлғынның қабағына ілінді. Қаһарына мініп қан шерге келе жатқан бұл топты ерте тұрған Көжебай алдымен байқады. Ол алғашында ауыл арасының жүргіншілері деп көңіл аудармаған. Қолындағы қоладан құйылған құманын жерге қоя салып, шүңірек көзін қадап барлап тұрып қарап еді. Суыт жүрісті топтан кәдік алайын деді. Иығына жамыла салған сеңсең тонның шалғайына сүріне кірді де үйіне. Бала шағалары әлі тұяқ серіппей ұйықтап жатқан. Құманын құлағынан қыса ұстаған оның қолы қалтырап. Тұрыңдар, тез киініңдер. Бұл ауылға тағы да зауал келіп, жасыл түскелі тұр дегенде, бұл жолы саусақтары ғана емес қара башпайларына дейін қалтырап кетті. Ойбай-ау, құзғынша қаңқылдап не деп тұрсың жүдә? Зауалы несі? Қыста қайдағы жасыл, кәрі көзіңе қайдағы бірдеме көрініп тұрмаса, деп басын зорға көтерген бәйбішесі, немерелері
ары тартып, бері тартып жыртып тастаған шоқпыт көрпесінен суырыла шықты. Ол басын орап жататын тоқыма салысына тудырап шыққан ақ бурыл самай шашын ішіне тығып, белдемшесін шарт буынды да немерелерін қымтап қойды. Намаз оқығалы жатқан шалына: «Қойшы, осы намазыңды», Қаби мен Сайыптар дей берді. Бұл кезде осы үйдің үлкен ұлы Бақтұрсын Сайыптың үйін бетке алып, жүгірген бойы бүкшең қағып шөп шарбаққа жетіп үлгірген болатын. Шарбақтың ішінде ақ қырау жапқан, ілгерінді кейінді кеткен қара көк атты жабулап тұрған хабаршы да, оның ар жағында Сайып, Қабилар да тықыршып тұр екен. Сасқалақтап қалған Бақтұрсын не дерін білмей қалды. «Бақтұрсын», деді Сайып салмақты үнінде үрейлі діріл бар. «Басымызға бәле қала төнгелі тұрғанын байқап келдің ғой. Қазір сақшылар ауылға келеді». Қабақты асып ойға түсті. «Сен Жәмеш ағаның ауылына тез бар да, 20 шақты шерік ауылға таяп қалды де. Дәл қазір қашып бас сауғалаудың жөні жоқ, әліптің артын бағалық». Әлекедей жаланған жас жігіт аялдамады. Ертеулі тұрған Қабидің қара керіне мінді де қара бұлғынды құлдап суыт жүріп кетті. Қара бұлғынның биік қабағынан өзенге қарай құлайтын қара жолдың иінінде дара тұратын төмпешік болушы еді. Қаруларын кезенген сақшылар жаяулап ауылды бетке алып төмпешікке шықты. Салтатты бірнеше сақшы бұл ауылға соқпай қабақты кенерлеп төмен қарай тартты. Шамасы осы топтың ішінде елге жерге қанық біреу бар сияқты. Кенерінің батыс жегіндегі жам жолды да біледі екен. Жолға түсіп алып шұбырған күйі сар желіске басты. «Қайтсек болар екен қабаға? Мыналар бірақ қоршап алды ғой. Ауылды бас көтертпей жайпап тастырма. Қанша оғың бар еді? Атыссақ қалсақ, күн батарға жетерлік оқ болса жарар еді-ау», деді Сайып. Қаби іштей сасқалақтап ақылы таусылып тұрған білдіргісі келмеді де нығыз бейне көрсетіп: «Күн батқанға жетпесе де 5-ге дейін ермек етер мырыш бар ғой. Бірақ біздің оқ шығаруымыз қауіпті. Әбден тықыр таянып амалымыз таусылғанда бірыңғай келер», деді. Жағдайдан хабар тапқан ауыл адамдары сасқалақтап, үрейленіп үйлерінен шыға алмай қалды. Есік терезелерінен сығалап бір түрлі әбігерлікке түсті. Десе де соғыс көрген, қан уыстаған ауылдың азаматтары ебін тауып бір-бірден екіден ағылып Сайыптың қатарына жиналды. Топ барған сайын көбейген соң: «Жә азаматтар, бір жерге шоғырланбай әр жерден байқастайық. Мылтығы барлар мылтығын шығарсын, мылтығы жоқтар айбалтасы мен шоқпар сойылын сайласын», деп Қаби ақыл көрсетіп жатты. Азаматтар шөп шарбақтың арт жағындағы жылғаны бойлап ауыл маңына шеп жайып алдағы арпалысқа дайындалды. Бұл кезде сақшылардың бір тобы ауылды бетке алып топтаспай андыздап келіп жатты. Төбешікте қалғандар қаруларын кезеніп, жарлық түссе оқ шығаруға сайланды. Суыт жүрісті сақшыларды көрген ауылдың маң төбеттері мен буаз қаншықтары да әр тұстан шебелене өрді. Осындайда сақшылар мен шеріктер тақымдап барған бір-екі төбетті атып тастады. Оны азғырғандай ауылдың үстінен асыра аспанға қаратып бірнеше тал оқ шығарды. Таңғы шақтағы тәтті ұйқыдан оянса да тұра алмай көрпелерінің ішінде жатқан балалар мен сіңіріне ілінген кемпір-шалдардың оқтан құлақтары қақырап, жүректері лобып, шаян шаққандай дөңгеленіп күйзелген күйге түсті. Бейбіт атар таңның берекесі қашып, рызығын жерден теріп жеп жүрген ұсақ құстар да оқ дәрі иісі мүңкіген аспанды шарлап, жан паналар қалтарсыз дегендей алыстарға қаңғырып кете барған. Қылышын жалаңаштап аспанға үйіріп жалақтатқан баран атты бір сақшы: «Қандықол Қаби тез алдымызға келсін, оған ілескен барлық бұзақылар ауылдың ортасына жиналсын», деді өкірештеніп. Қазірше далаға шыққан пенде көрінбеді. Күнде осы уақытта моржаларынан ақшулан түтін будақтап жатаған шым үйлер мен шарбақ үйлердің есігі ашылмады. Мола сияқты қаңырап бос қалғандай. Ала атты, қалың киімді, мойында бесатар, қолында мауезі бар сақшы атын борбайлап ауылды бір айналып шықты. Ешкім шыға қоймаған соң бір сәт ол жақ бұл жаққа сақтана көз салып тұрып қалды.
Әлден соң өзара сыбырласты. Әлденелерді десіп қолдарын ербеңдетті де тұп-тура Қабидің үйінің есік алдына келді. Қаби дегеннің үйі осы ма? Неге далаға шықпайды? Жолқатсыз дихуаға барады, адам өлтіреді. Сол батырлығын енді неге көрсетпейді? Егер шықпайды екенсің, қатын балаңнан бірақ қырып тастаймын, деп беліне байлаған гранатты қолына алды. Қасындағы дүңшесі де жақ жаппай қатты дауыстап оның сөзін аударып жатты. Тып-тыныш ауаға таралған дүңшенің сөзі Қабидің құлағына жетті. Ол Сайыпқа бұрылып: «Тәуекел, барайын. Мен көздеріне көрінбесем балаларымды оқыс қылар. Қалайда бізге енді жақсылық жоқ». Тәуекелге бел байладық. Ең болмағанда жастығымызды ала жығылармыз, деді де сыбырлап. Осы шақта қыстың қанталап тұтылып көтерілген күні дүние әлемге алауын шашып, сұрғылт бұлттарды қызыл түске малып, баяу көтеріліп келе жатты. Тұтас күннің қырыс қабақтанып, шаңыттана мұнартып тұрғанын далдада отырған Қанипа жақсылыққа боламады. Жедел басып, кеудесін тік ұстап, сақшыларға тіке тартқан Қабиға мұңая көз салды. Алла тағалаға мінәжат етті. Ойына қай-қайдағы түсе берді. Баяғы демес-ау, алдыңғы жылы болып барады ғой. Жылан жылының ысқырған желтоқсанда ақыт қажы тұтқындалып, Ақтеке би оққа ұшатын замандарда да күн осындай қан болып туып, қан болып батқан еді-ау. Айта берсең, соңы адам қанымен араласып, ел қырғын көріп, алай боздақ қыршыннан қиылған еді. Осы ойлармен жан жүйесі босап, жүрегі аузынан тығылған Қанипа Сайыпқа бұрылып: «Балам-ау, қадалған жерінен қан алатын қампезерлер дәл төбелеріңнен түсті ғой. Енді бұлтаруға да, қашып құтылуға да шара қалмады. Қанжарынан қан тамған ақсақ темірдің де бетін ана Айбар қайтарды деген сөз бар ғой. Алдарына барып көрейінші. Аналық жолмен қара тас емес, ет жүректі пенде ғой. бір жібіп қалар. Егер жылымай кәпірлігіне басса, тағы да бір амалын қарастырмайсыңдар ма, деді, дауысы да тұла бойда қалтырап. Сайып үндемеген соң Қанипа орнынан тұрды. Ақ шылаушының маңдайын төменірек түсіріп алды да жан-жағына бұрылмастан Қабидің артынан ілесті. Кенет сиры қоры жақтан көлденеңдей шыққан Көжебай күрік жөтеліп алды да Қанипаға таяды. Жанасалап жүріп келе жатып: «Қайда барасың бәйбіше? Ажал түртіп бара жатыр ма түге?» деді, таяғын қаралы жерге қадай түсіп. Қанипа оған бұрылмай сақшыларға таянып қалған Қабидің соңынан ілесіп бара жатып: «Не түртсе де көрдім. Қазақтан сақалсыз, бөріксіз, бопай сияқты әйел батырлар шыққан ғой. Олар да мен сияқты басынан іс түскен соң батырлық жолына түскен шығар. Ауылдың ақыл берер ақсақалы сен едің. Сен бұқсаң да мен бұқпаймын. Тәуекел енді, аянатын не қалды?» деді. Қанипаның манағы дірілі, үрейленген түрі өзгерген, ерлікке, егеске ауысқан сияқты. Тайынар бейнесі жоқ қазір. Сақшылар алдарына имен-бей келген Қабиді танымады. Ала аты оған ақшия қарап: «Кімсің ей?» «Сен Қабиді шақыр», деді. «Сіздер ат терлетіп іздеген Қаби мен боламын. Мына тұрыстарыңыз қалай? Суыққа тоңбай үйге кірсеңіздерші. Отырып әңгімелесейік», деді, ішін кеңге салғансып. «Үйге түс? Қарай көр, қанды ауыз қанденің бізді шырғалама қойын. Атыңа мін, бізге еркіңмен ілес», деді орты суалыңқы, суыр көз, қыр мұрынды сақшы ат үстінде шіреніп. Қатты суықтан танауынан мөлдір домалаған әлгі сақшы қаншалық шіренгенімен іштері шұрылдап, сүрепеті кетіп тұрған. Тілмәш тағы қайталап, әлгі сөзді майпаздап аударып еді. Қасындағы біреуі түсек дегендей ыңғылдай қатты. Есімхан мен Қалелдің ауылынан зәтте болған суыр көз сақшы қазақ ортасына келгенде өзін мысықтан епті, сауысқаннан сақ ұстауды жолы еткен. Іштері шұрылдап тұрса да айбатынан қайтқысы келмеді. Оның үстінде мынау жардай кемпірмен күркілдек шал шылбырыма оралып пәле болар ма деген ойда да тұрған. Суыр көз әлде де шалқақтап, тұс-тұсқа күдікпен қарағыштаған соң сөзді Көжебай көлденеңнен іліп әкетті: «Ей, Жагудай, бізде Ханзуды біледі.
Сендер Хансу, біз Хасамыз. Дін басқа, тіл басқа болса да, бәріміз де балшықтан жаралған пендеміз. Біздің келін Буаз, қалжасына еркек қой байлап отырмын. Сендерге сояды, сорпа ішеді, болса суыққа тоңбайды. Кәне біздікіне барады, деді қолымен үй жағын ишаралап. Мына шал не деп кетті? Ей Тілмәш, кеттеші мынаған, бізге керегі Қаби, деді де сақшыларға байлаңдар қолын. Аты қайда екен өзінің? Аттың үстіне таңып тастаңдар, деп суыр көз әмір беріп еді. 4 сақшы аттан түсе салып, қалшиып тұрған Қабиді байлауға кірісті. Мынадан үнсіз тұрған Қаби: егер қылмысым болса, байлағанды қойып атып тастасаңдар да қарсылығым жоқ. Айтар арызым бар, титтей құлақ салыңдаршы, деді салмақта үнмен. Көзі жыпылықтап, орты бүлкілдеген, суықтан іштей сақылдап тұрған сақшының мұнан ары сөйлеуге шамасы келмеді-ау дейім. Байлаңдар қолын, дегенше сақшылар Қабиді тарпа бас салып жұмарлай жөнелді. Қаби олардың иығына жығылып, екі қолын артына ұстап берді. Қабиді байлағанды қойып, кінәсіз кісілерді көзбе-көз атып тастағанды да міз бақпаған Қанипа мыналардың тағылық қылығына ашумен мырс етіп күліп жіберді. Мұртына мұз қатып, сөзге тілі әрең келіп тұрған Тілмәшқа бұрылды да: шырағым, айтшы андағы немеге? Мына үйлезді байлап шаршамаңдар. Диуға жаққа барып тындырып келгені де белгілі. Байламай-ақ алдарыңа салып айдасаңдар да бұрылмай-ақ жүре береді, дей беріп еді. Қабидің қатын балалары ұлардай шулап Қабиді барып құшақтап, сақшылардың алдын кес-кестеді. Бізді де байлап әкетіңдер, бізді де қосып әкетіңдер. Шуылдап шұрқыраған қатын балаға қаны қарайған сақшылардың қолы қатты-қатты тиді. Дәл қазір қарсылықтан көрі жалынып жалбараудан басқа ақыл қалмағанын еске түйген Қанипа: қойыңдар ши, Қабидан зорларда кетті ғой, сонда да бараңқастың түтіні өшкен жоқ. Мына кісілерге тамақ дайындалық, күн суық, қарындар ашқан шығар, деді манағыдай емес жұмсақ лебіз байқатып. Суыр көз сақшы Тілмәштағын ұғынған соң Қанипаға қарап жымиып қойды. Бұл ауылға бөрідей тиген сақшылардың бір тобы Жамшиттің ауылы бейғам жатқанда басып қалған еді. Қарсы шыққандарды қан қақсатып, Жамшитті сарпостап байлаған күйі Қалелдің ауылына алып келді. Суыр көз сақшы бас аяқты болжап алған соң, бұл ауылда тап қазір бас көтеріп қарсылық етер еркек жоқ деп топшылады. Ол жасы мұсқалдау қазақ арасында жүрген тыңшысын ауаша шақырып: жә, көздеген екеуді ұстадық, ал сайып қайда екен? Ішкіліктеп сұрау үшін ана қатынның үйіне барайық. Тағы қандай қимыл, ыңғыл-сыңқыл барлығында байқаймыз ба, деп ақыл салып еді. Мұның да бір қырынан табылған ақыл екені, аштан өлетін емес, тамағына тойып, жол азықты да алып қайтқанымыз жөн емес пе, деді де Қанипаға бұрылды. Бізге сенбей қалмаңдар, қылмысы барларға ғана қаталмыз, бейкүнә жандарды қорғаймыз. Дәмінен үлкен емеспіз. Кәне, үйіңе барсақ барайық. Заман жопыны болса да Қанипа барымен жоқты жалғап, дастарханды жұтындырып ұстайтын. Сары майды бір жаққа, сары жентті бір жаққа қойып, ақ жармақ құртпен қызыл ірімшікті дастарханға төбелеп салғанда, суыр көздің шырайы ашылып, Көжебай ұсынған шынына қолына тез алды. Жылдым сиырдың қою сүті мен сары май иіс қылған қою шайды құлағын қайшылап отырып қорпылдата ұрттады. Қыр қазақтары көбінше үйге қонақ келгенде тары түйіп, бидай ақтап немесе он үйлеп бауырсақ шелпекті қолма-қол пісіратын әдет бұл үйде де бар еді. Сайыптың спор қара торы келіншегі бір тегенеге бауырсақ шелпекті майын сорғалатып дастархан ортасына қойғанда, сақшының суыр көзі шоқ жайнап, саусақтары сумаңдап бауырсаққа әлсін-әлі ілігіп жатты. Оған қайтсем жағам дегендей пиғыл білдіргісі келіп отырған Көжебай екінші рет шай жаңаланып қойылғанда бір қалақ жылқы майын шынысына тастап жіберді де бір уыс бауырсақты да лақ еткізіп сала салды. Біздікі қазақ дастарханды енші болмайды. Көп жесе жангүйда жақсы көреді дейді. Жылқы майы тоңдырмайды.
керек болса біздікі қойды өңгөріп әкетеді. Анау Қаби мен Жәмшитті не қылады? Тастап кетсең, ел ырза болады. Қайтесің ол екеуін? Адам еті тамақ болмайды деп, Көжебай өзінің ішкі есебімен оларға еселеп бауырсақ май салып есерленіп отырды. Ыстық тамақ бойын алып, шекесі жіпсіп, бүйірі бұлтиға қалған сақшы. Халық жақсы, қазақ жақсы. Бірақ кейбір бұзақылар ғой шырқымызды кетіріп жүрген. Оларға рақым етуге болмас. Осы әлгі Оспан қайда екен білесің бе? Деді суыр көзін Көжебайға тікісіне тастап. Көжебай сескеніп қалды. Төмен қарап басын шайқады. Сақшылар кіре сала қазанға түскен қазы қарта мен жал-жая қойдың сүбелі жіліктері толы астауды көтеріп Бақтұрсын кірді. Ол мыналарға қазақ салты бойынша су да құймады, бата да тілемеді. Астауды ортаға қойып еді, ет турамаққа Көжебай пышағын шығарғанша суыр көз буы бұрқыраған қарыстай қазыны әлде біреу қағып кетер дегендей қолынан алып бір жағынан жұлқылай жөнелді. Басқалары да оның жолын қуған соң Көжебай: шіркін-ай, арам мен алалды алаламайтын, алдына келгеннің қыл-қыбырына қарамайтын қорқау қалғай, деді де табаққа қолын созбай шегіншектеп қалды. Езуінен қазының майы сорғалаған суыр көз жұмсақ қазыны шайнап отырып: бұлар өзі ақылды халық па, әлде ақымақ халық па? Қалай өзі? Басыңды аламыз деп келсек, барын аузымызға тосуын қарашы. Әлде алдымен асын беріп, артынан тасымен ұрмақ па деген ойда болды. Бақтұрсын: ей, сорпаның майын қалқымай, Жанкүйдаға бір шара әкелші, деді Көжебай қоразанып. Ашығып келіп, алқын-жұлқын жеген тағамға бүйірі бұлтия қалған суыр көз сақшы шекесіндегі көзінің алдындағы терді сүртті. Жайланып қойын сағатын алды. Онан соң үй ішінде көз тігіп сыртқа құлақ салды. Жүруге ыңғай байқатқан соң Қанипа: әй Тілмәш қайным, деді сәл жымиып. Бұйымтайларың тек Қабиды ұстау емес шығар, басқа қалаған сұрағандарың болса айта отырыңдар. Қабиді енді қуаласаңдар да кетпейді. Асықпаңдар, күнде суық, жолда алыс қой, асықпай жатыңдар, бізден жамандық көрмейсіңдер. Сақшы бастығы мен Тілмәш өз алдарына шүлдірлесіп кетті. Қанипа мен келіні екеуі де әбігерленіп, дастархан үстін жаңылап қайтадан дәмдеп шай құйды. Қанипа сақшыларды осылайша өз амалымен айналдырып жатқан шақта, әйелдерше киінген жас азаматтарда сақшылардың көзін жоюдың, Қабиді арашылап қалудың қамын жасап жатқан еді. Қанипа ас әзірлігімен тошала үйге шыққанда: тәте, деді Сайып, біз сақадай сай тұрмыз. Атысуға да шабысуға да бармыз. Отырғандардың тамақ үстінде жайпап қалғандарын далада көрсек қайтер еді. Қанипа үрейден тулаған жүрегін зорға тоқтатып алған соң: үйдегілермен мен-ақ жайғастырамын ғой, сырттағы топты қайтып жайғастырамыз. Іс насырға шауып, қаны қарайған немелер ауылды бірақ жайпап кетіп жүрмесін. Күнде суық, жолда шалғай, осыларды жол жөнекей жүймалай салсаңдар қайтеді, деді. Сайып әкесі мен ағасы тұтқындалған соң қашанда жалғызсырап іштей құлазып жүретін. Көп жұмыста шешесінің ақылына бағынатын, нұсқаған жағына жығылатын. Сол бір әдеті бойынша шеше сөзіне бағынып, Әліптің аяғын тосуға іштей бекім алған. Суыр көз бастаған топ тамаққа тойып далаға шыққанда қыстың қысқа күні бесіндікке таяған еді. Ит пен мысықтың арбасқаны сияқты аңдысқан қу өмір ғой. Жалғыз Қанипа қарулы сақшылармен іштей арбасып, сырттай сыйласып отырғанда, Сайып сияқты Бақтұрсын да қолынан келген айласын қақпанша құрып, найзаша шаншып қойған екен. Суға қандырып, шөпті тарта берген ашаттарды жетелеп жүрген ұлына: балам-ау, деп Бақтұрсынға көз қырымен қарады. Аттарының бүйірін тәуір шығарған екенсіңі, біз де майлы сорпаны аямай бердік. Жол ортаға жетпей-ақ етектерін түрер, қызығын сосын көрерсіңдер. Ол екеуінің сөзіне Тілмәш те көңіл аудармады. Бақтұрсынға: атты тез әкел деп әмір етті. Осы сәтте ауыл арасын бақылап жүрген ала атты сақшы әлгі екі қылмыскерді айдап кетті.
біз әлі тамақтанғанымыз жоқ, қайтсек болар екен, деді. Май кекіріп, тұла бойы балқып тұрған суыр көз. Бұл ауылда жігіт желең көрінбейді. Қауіптілерде ұстадық. Біз шыққан үйде дайын тамақ тұр. Қарындарыңды тойдырып, жол азықты молырақ алыңдар да бізді тез қуып жетіңдер, деді малақайының бауын байлап жатып. Ала атқан мінген теректің түбірі іспетті, сақшының тым қатыгез екенін Сайып бағанақ байқаған. Қабиді сарпостап байлағанда ауылға қаратып оқ атқан да сол еді. Сайып тошала үйде әйелше киінген жігітке: аналарды да ептеп тамаққа шақырыңдар. Егер үйге кірсе, қалған жігіттер аттанып Қабекеңді құтқарудың амалын қарастырсын. Әлі тым ұзай қойған жоқ қой, деді де оқтаулы мылтығын босаға жаққа қойып, тошаланың жапсарынан далаға көз тастады. Қораның шетіне таман желе жортып келген ала атты сақшы Қалелдің үйіне қарай кілт бұрылғанда алдынан Көжебай шығып: мырза, үйге түсіп тамақтансаңыздаршы, тоңып кетіпсіз ғой, деді оған тіке қарамай. Ат тізгінін қыса ұстап шіренген сақшы оған ожырая қарады. Бір жақ көзін қысып ойлана қалды. Қазақшадан бірер қайырым білетін ол әлгі сөздердің бас аяғын екшеп тұрып: мен тамақ ішеді болса, осы үйде ішеді, деп аттан секіріп түсті. Атын қаңтарып тастап, қанжарын қабынан суырып, тошалы үйге таман беттеді. Мынау үй емес, тақсыр, сиыр қора ғой бұл. Бұлай, ана ыстық үйге таман жүріңіз, деп Қанипада алдын кес-кестеп еді. Қылышының қырымен қағып жіберіп, тошала үйге қырындап кіре бергенде көк желкесінен Сайыптың саусақтары сап ете түсті. Екпетінен құлаған сақшыны от басында отырған Бақтұрсын қарағұсын ала қол тоқпақпен бірнеше рет салып еді. Әлгінде ғана буаз сиырдың артын аңдып, бір ұшып бір қонатын сауысқан сияқты ала атты сақшының аузы мұрнынан қара қан бұрқ ете түсті. Осы орайда шөп шарбақ жақта қарауылда тұрған екі сақшы қанды сойқанды сезсе керек, алды артына қарамай аттарының сауырын төпелеп ауылдан сытылып шығып кетті. Әттеген-ай, осы бола бүксе қуыс қурайларды ертерек жайғастырсақ жөн-ақ екен. Ал енді айналмай аттанайық, деп Бақтұрсын тұмсығымен жер тіреп жатқан сақшыны сүйретіп далаға шығарды да бетін сағдарымен жаба салды. Сайып бірнеше азаматты іріктеп алған соң: жа ағайындар, деді. Талаурап тұрған қаһарлы дидарын азаматтарға қаратып: екі бірдей арысымызды көріп тұрып, жау қолына жібереміз бе? Бостандық үшін жан садаға, артынан қусақ кешігіп қапыда қалармыз. Төте жолмен алдын орап, қасқа маңдайдан ұру керек. Сайып бастаған қуғыншылар төте жолмен тартып сақшылардың алдына өткенде көнеңкейіп қалған еді. Манағы майлы сорпадан іші ауырған суыр көз сақшы қайта-қайта аттан түсіп әбден зықысы кетті. Дәретте отырған ол көлденеңдеген топты көріп шалбарының бауын байлауға да мұрсашы жетпеді. Әттеген-ай, банды қазақтар бізден қулығын асырып кетті ғой. Бірін қалған шайқасыңдар, деп Мауезірін қолына алмаққа жамбастана қисайды. Кешкі ауылдың мал қоралар шағы. Басы сонау қос шіңгілмен бұлғыннан басталатын, тарау-тарау бұлақтардан құралатын Өліңгір өзені қазір мұз құрсанғанымен кешке салым ақбу бүркіп буланып жататын. Кешеден бергі боранда мұз өткел көк тайғақ тартып, тайынша торпақ өте алмай, мал көбінше қайырумен қораланатын. Мал өрістен қайтпаған шабан шалағайлар өзенді өрлі-қырлы шапқылап жоқ қарап әбігерленетін еді. Осындай апақ-сапақ әбігершілікте тоғай арасында қалған арық тайыншасын айдап, бір арқа отын арқалап келе жатқан әйел анадай жерде ат үстінде ойып тұрған адамды көрді. Тоқтай қалды, отынын жерге қойды. Манағы сақшылар қайта оралып, ауылды қырғалы келді ме деген ой оралды басына. Ол тұрақ ашуға құтылмайтынын сезді де ала көлеңкеде үңіле қарады. Тымағы мен сырт киіміне, атқа отырысына қарап қазақ екенін таныды. Не де болса білгісі келіп: кімсің ей? Андағы қай тұрысың? Мынадай бейуақта ауылды жау шауып, ер азаматтарды тұтқындап атып шауып жатқанда ауылдан шыққан қызға атынды аңдып жүрген немесің ау? Үй бейшара,
Ел боздағынан айырылып боздап жатса, мына имансыздың тышқан аңдыған мысықтай баспалап тұрғанын қарай көр, деді. Сөйлеген болып тағы да көз салды. Былтыр ғана күйеуі оққа ұшқан осы жесір әйелге сөз салып, қыр соңынан қалмай жүрген біреу бар болатын. Сол ма деп қатты сөйлеген. Атты кісі тебініп қасына таянғанда: «Көтек-ау, мынасы кім?» деп жуан бұтақты қолына көлденең ұстап, таяғанда барып тізгінді аузына тістеген сарпостаулы Қаби екенін таныды. «Құдай-ау, Қабисың ба? Ей, сайтансың ба ей?» деп қолындағы бұтақты жерге тастай салып қарсы жүрді. «Бері таман келші. Ей, сырылдамай, қолым үсіп кетті-ау деймін. Тез шеш, аттан түсір. Су ішерлігім бар екен әйтеуір». «О, жасаған Алла! Отқа салса күймейтін, суға салса батпайтын, сақшының өңешінен өтпейтін Қаби екенсің ғой», деп артына қайырыла байланған қолдағы кендірді тез шешсе де, аттың бауырынан алып сарпостағы кендірді шеше алмады. «Әдіра қалғыр, кәпірдің байлауын шешу қандай қиын еді? Шеше алмадым, шие болып қалған көрінеді», деп әйел тартқан бейне байқатып еді. «Қаби, қонышымдағы кездікті ал да кес», деді. Әйел ағаш құсап қоқиып қалған Қабиді аттан көтеріп түсіргенімен жер басып тұра алмады. Жерге сұлап жата кетті да қолын қармен ысқылады. Зорға сүйретіліп тұрып жерді қатты тепкіледі. Ол әйелге сүйеніп енді аттанбақ болғанда қабақ жаттықтан ат түбірі шықты. Қуғыншыма деген оймен Қаби жерге екпеттеп жатып көз тігіп еді. Қара көзге толық ілінбесе де дауыстар таныс сезілді. Аумаған сайыптың саңқылдаған дауысы. Ол әйелдің демеуімен атына міне салып, тоғай арасынан көлденеңдеп төте тартты. Өшкіндеу төгілген ай сәулесінде біреудің алдында өңгерген нәрсесіне көзі түскенде жүрегі дір ете қалды. «Апыр-ай, мен қашып құтыларда шыққан оқ тегін болмады-ау, жәмекең бір пәлеге», деп күбірледі. Осы кезде манағы әйел сүріне қабына Қабидің үйіне келіп: «Сүйінші», деп отыра кетті алқынып. Шөке түсіп жатқан Қабидің әйелі: «Аулақ кетші, сырылдау, осы сенің ойының таусылмайды екен. Байың өліп, бағың өшсе де қалжыңдағанды қоймайсың. Не қылған сүйінші?» деді басын көтерместен. «Байың келді. Қайтеді өзі? Сенбесең жатқаныңнан тұрма». Сырылдауық әйел осы үйге келе жетіп, бірнеше адамға хабарлап та болған. Сайыптар мәйітті өңгерген жігітті тасаға қойып, ауылмен тілдеспек еді. Ауылдан шыққан азаматтар олардың алдынан жетіп те қалған еді. «Айырылдық тағы бір арыстан. Жәмеңді атып кетті», деуге сайыптың тілі зорға келді. Кеше ғана қой бастаған, серкедей топ бастап жүрген Жәмшиттің қазасын естігенде арқа белдері опырылғандай ауыл адамдары қимылсыз қатты да қалды. Жұрт осылай аңтарылып қалған сәтте ер басынан етігімен су кешер қанды күн, қаралы күн тағып төнді. Ендігі жерде қояндай бұғып жатудың орны жоқ. Ердің ерлігі сыналар күні осы, деді сайып. Бірнеше реткі қанды төңкерістің қанжығасында арлы-берлі төңкерілген жауынгер ауылдың ұлдары. Өліспей беріспеуге бекіндік. Жол бастайтын серке болса ілестік. Бостандық үшін жан пида. Ұл болып туған екеміз, ұлдар шөлеміз, деп тұс-тұстан гуілдеп, ішке симаған құсалықтарын сыртқа құсты. Сайып сөзді ұзаққа созбай мәйітті артқа тастады да, ауыл карияларын ертіп Жәмшиттің қазасын естіртуге ат басын төменгі ауылға бұрды. Жәмшиттің қазасына іште егілсе де сыртқа білдірмеген ол. «Ат көліктеріңді сайлаңдар, Алла бұйырса, ертең оспанға тартамыз», деді бірге жүрген серіктеріне. 3-ші тарау. Адам бар жерде қашанда қызық пен қырсық, бақ пен сор көк бауырдай жабысып жүретіні болады. Бұл адам пендесінің тірлік тынысын дәнекерлеп, септеп тұратын бір түрлі құдірет күші болса керек. Бірімен бірі айырылмастай егіз жүретін заңдылық қырсауы сияқты. Бүгін Наурыз күні, ұлыстың ұлы күні, аспан шайдай ашық. Өп еткен жел жоқ. Күн кірпігінен алтын нұр жылылығын құйып тұрған жалпақ дала жалаңаштанып,
қарала тегенектеп қалған. Осындай ұлы күні оспанмен қанаттас жүрген 5 ауылдың сабағы жан-жағын жамала керіштер, нарқұмдар қоршаған қанобаның оң жақ саласындағы ойпатта тілеу көже қайнатып жатқан. Олар ірге көмген осы ойпат заман тыныш болса, ырыстың қайнап жатқан қара қазаны іспетті еді. Ұшқан құсыда, жүгірген аңыда, жолын білген адамға таптырмас, таусылмас азық еді. Ойпатта оспандар қыс басында көшіп келген. Сонан бергі 3-4 айдан бері оспанның қарасы да молайды. Өзінің руласы, туған туыстарынан өзге үкімет жағынан қысым көргендер де осы ойпатты пана тұтқан. Аралық тастап амалмен қонған ауыл адамдары мезгіл сәскеге тымырсыққа оспанның үйіне қарай ағылды. Бір-біріне кездескенде ұлыс бақытты болсын, төрт түлік ақты болсын, ұлыс береке берсін, бәле қала жерге енсін десіп, төске төс түйістіріп, тақпақтай амандасып кетіп жатты. Қазақтың қанымен біткен дарқан көңіл қайда жүрсең де міне осындай көл көсір. Сырттан қарағасты үзік бастырып, туырлықтың ішкі жағынан текемет ұстаған, шаңырағы мен кереге уықтары көшуге епті жасалған 4 қанат үй кісіге лық толы. Дала күзетіндегі Сұлубайлар ғана жайырақ оралды. Меми Сұлубайды тосса керек, ол келісімен дастархан жайылды. Тұс-тұстан әр қилы әңгімелер гуледі. Әңгіме желісі үзілген бір әредікте Сұлубай. Кеше түнде күн мен түн теңелген әлетте аяз қысып бұрқыраған көктем иісі дәл мына мәми қайнатқан көженің иісі сияқты мұрнымды қытықтады. Шіркін тұқым қуалап қасиетін жоймай келе жатқан Наурыз-ай. Сондықтан да ата-бабам, ұлыс күні қазан толса, сол жылы ақ асыр болар. Ұлы кісіден бата алса, ер олжалы болар деген ақылияны босқа айтпаған ғой. Кәне, ауқади молла, батаңызды сайлап отырыңыз. Амал қанша көжекең болса осындайда бір көсілер еді-ау деп еді. Қапар Сұлубайға сүйініп кетті. Білем, осы түпкіш әйтеуір қайдағыны шығарады. Жаттап ала ма, ойдан шығара ма, біз ойламағанды осылайша қоңырсыздады отырады. Алла тағалаға жамандық бермегей таңдайыңа деді. Кемесі шағылып, теңіз шетіне шыға алмай, тоқымдай аралда қалған, сонда да өмірден үміт үзбей, көк теңіздің ар жағындағы бұлдырап жатқан көк жиекке көз салатын жолаушылар секілді құба далаға қос тіккен осы босқындардың өмірі де өзінше қызыққа, үмітке толы, үрейге күпті сияқты. Бірақ олар басқа төнген қатердің қарлағы болудан жасқанбай, кейде қызынып қызықты әңгіме шерсе, кейде жиылып өлең айтатындары бар. Құба даладағы тірлігінің ағарым бөгемей дуылдатып дүркіретіп жатады. Ентігі бір әңгіме арасында Қапар отырып. Сарбалақ түбі ашылып, құм егілген соң құбыдан сән кетеді. Сусын болмаса несен, енді құмда бұқпантайламай қара төске қайқайғанымыз жөн, деп үш жағы қисықтау танауын тартып қойды. Сарықи мен сарғасқа сексеуілдің қызуымен бүлкілдеп қайнаған қазандағы етті ауыстырып отырған Ердәулет. Өр алтайлықтар қызық екенсіңдер. Мақтайтындарың құлазыған құбы, құбыдан гүл шешектеп, баздан бұлағы ақса да құмарым мен шөлім бір қамбады. Егілген құм, аңыраған боран, жосылған аң, осыны да қызық көргендерің бар ма? Қазір ертістің мұзы ойылып, сазаны мен қызыл сере қабар кезі таянды. Сазанның сорпасына тойып алып, керт-керт кекірер күнге нежесін, деді балықшылық әуеніне басып. Ұлыстың ұлы күніне орай таңға таяу суға құйынып, киімдерін ауыстырып, таң намазынан кейін сақал мұртын қырынып алған Оспанның өңі бүгін нұрланыңқы. Ол қияқтай қара мұртының бір шетінен бүлк еткізіп ақырын жымиды да. Балық етін бал санап, тоқты етін опыра жейтін ожырайым-ау. Қатыныңды сағынғаныңды жасырып, сазанға балап отырсын ғой. Түсіндім жүрегіңді. Мен деп келіп едің, әлі де мен деп жүрсің ғой. Мынадай аласапыран, алазаман жардың жылы төсегінен ер жігітті де қуады екен. Наурыз көже аяқтаған соң тағы бір тірлік бастармыз. Шыда,
деді Байыппен. Оспанның сөзіне сүйінген Ердәулет қарқылдай күліп, ұйысқан қасын жоғары көтеріп: «Ошың-ау, ішімдегіні тапқасын, өзіңді өзіме тартқасын, қатын екеш қатынды ұмытып қасыңда жүрмін қалқиып. Осыдан былай заман оңалса қара күркені іргеңе тігіп, меме екеуінің қасында боламын. Егер үкімет тағы жауласып, заман бұзылса мылтығыңды көтеріп, атыңды ұстап беремін. Қалидың найына шоқ салып беретін қара құрлы жоқпын ба екен?» деп қазан түсіріп ет жасауға кіріскен Мәмиге қарай бұрылды. Сырттағы ас судың әбігерлігімен жүрген Қапар да әңгіме шетіне ілінді. Үстіндегі шидемнің белін бұйымдамен шындай салған ол жеңін шынтағынан асыра түріп тастапты. Қызыл шырайлы дөңгелек жүзінің майы мен тері тепшіп сыртына шығып алған екен. Көпті саралап тарттылар. Табақтың мөлшерін ішке түйген соң Ауқади моллаға: «Молла-ке, сәске ауып барады, тамақта пысқалы тұр» дегенде, молла тамағын кенеп: «Өткен кеткенге аят оқиықшы, тамақты сонан кейін» деді де дастархан жайдырып Ясинді Ақыттың мақамына салып асықпай саспай оқыды. Бетін сипап болған соң былайша тақпақтай жөнелді: «Раббим, бар сөзімді өз атыңмен бастаймын. Өз әміріңнен жарлығыңа күллі інсан кәрі жас ғарып міскіндерге нұрыңды төгіп шапағатыңды айлағайсын. Ұлыс күні кәрі жас құшақтасып көріскен, үйшіктен шыққан қозыдай жамырасып өріскен, шалдар бата беріскен, сақтай көр деп терістен, кел тазабақ келдесіп, ем тілек бер десіп, кеш қайрахан кеш десіп, көз көрместей еш десіп». Ауқади молла ғасырлармен жарысып ұрпақтарға жалғасқан осы жырды Құран аятынан соң толқи отырып айтып еді. Ата сөзінің асыл гауһарына еліткен топ моллаға сүйіне қарасып, жапырлап бас шұлғысып алысты. Сұлубай өлімнен өзге жерде думандатып дүрілдетіп жүретін, ол жоқ жерде бас қосулар қоңыр салқын өтетін. Ол Қапарға ілесіп, құмда жан сауғалап жүрген Оспанның қасына ат басын жай бұрмаған, көтеріліс жөндегі аңғарын аңдағысы келіп бұрылған. Ол келген айға жуық уақыттан бері Оспан оның ойындағысындай лебіз білдірмеген соң: «Ұлыстың ұлы күні мынадай жапан түзде бас қосып отырмыз. Көбіміздің басымыздағы үй, бауырымыздағы қазан жау қолында қалды. Қапар екеуміз түрме шағып келіп отырмыз. Арыстанбек, Бейсұлтан, Қареке деген азаматтар Сарсүмбе елін көтеріліске қозғау үшін қалды. Олар таяуда бізбен тілдеспек. Сонда енді жұртқан қобының құлағына құсап жүреміз бе? Әлде қазақтың езілген елдің жолбарысы болып, қасқы жаумен жұлысамыз ба?» деп еді. Ердәулет Қапар бастаған жігіттер жұлқыспағанда аянатын аяйтын не қалды десіп көңілдесіп кеткен сәтте Оспан: «Қоюы жоқ қара суша асып таспаңдаршы. Жұлқысатын күн әлі алда ғой. Әй сұлукей, Наурыз барша мұсылман қауымының жылбасы. Ата-бабадан қалған мереке мейрам дегенде Қажы атам көп әңгімелейтін еді. Кәне, көңіл көтерілсін, бір ән салшы» дегенде бір сәт көңілдесіп кеткен азаматтар кілт тоқтай қалды. Қапар Оспанның жер төсегінің тұсындағы уықтың қарына іліп қойған домбыраны алып Сұлубайға ұстатты. Сұлубай домбыраның құлағын күйіне келтіріп алды да Оспанға жымия қарады. Наурызды барша мұсылмандікі дегеніңе шүкір. Айтуғандікі дермекен деп отыр едім» деп Оспанды әзілмен бір шымшып алып әндете жөнелді. Гүлдір-гүлдір кісінетіп, күреңді мінген 25, күрең түсін ақситып, сұлуды ұшқан 25 деп ғасырлармен жарысып бүгінгі күнге жалғасқан жан тебірентер тәтті әнді солқылдата шырқап еді. Тыңдаушылар дауылды күнгі теңіздей тербеліп теңселіп кетті. Көжеге көбісіп алған қызба жігіттер айқайлап көтермелеп жатты. Осы сәтте Оспанның көзіне желек жамылып жесір отырған, бұрымы тірсегін соғатын Қынайбел әмеңгері баян елестеп, бұлаң қағып алдынан шығатындай бір сезімге жетеледі. Сағыныштың, құштарлықтың алауы
жалау жалыны кеудесін сыздатып, ішінен жай күрсінді. Жай оғыма, ғашық оғыма, әйтеуір белгісіз бір құдірет жүрегін осып өтті. Жан дүниесі дауыл шайқаған көл бетіндей толқып кеткен Оспан мұң тұнған көзін бір ноқатқа қадап, анда-санда әнге ілесіп кетіп отырды. Іздесеңде табылмас, өттау, кеттау 25 деген жерлерін іштей қайталайды. Бұл ән 40 дейтін қылыштай қиып түсер жастың асуында тұрған Оспанның ғана жүрек қылын діреткізбестен басқалардың да көңіл көгершін алыс-алысқа, қиян-қияға ұшырғандай. Оспан қазір басқалардан бөлекшелеу терең бір ой айдынында еске кесіп отыр. Апырау, шіркін, мына әнде 25-тегі арудай екен ғой. 25 жастағы бұмырдай тәтті екен ғой. Итіс тартыс ғұмырдың қызығы қысқа, баяны аз, тұсамыздай тұтамға толмас қызық шағын айтып тұрма қалай деген оймен әнге құлақ салып, бір жақ шекесін алақанымен тіреп, іштей балқып үнсіз қалды. Көз алдында құбының қызыл түлкісіндей бұлаң қағып, тағы да баян елестей көкірек тұсын сыздатып еді. Апырау, мына сайтан ұлыс күнне қып-қызыл алдыма көлденеңдей береді. Апырай, өзі есіме қайта-қайта түсіп, түсіме енетінді шығардау, деп іштей көбірлеп көтеріліп отырды. Сағым сияқты артта бұлдырап қалған сол бір күндерді есіне алғысы келмеді. Бірақ бақса, қазан жақтағы мәмей өзіне тесірейіп көз алмай отыр екен. Жай ғана көз қарасы емес, жүрегіне кіріп алып, сайран салып жүрген сайтанды көріп, біліп отырғандай-ақ тесірейе қарайды. Жанарында бір заһар бар сияқты, бірақ Оспан елемегенсіді. Оспандар құбының құба жонында наурызды осылайша тойлаған күннің ертеңгі сәтінде сайып бастаған топ келді деген хабармен бәрінің де құлағы елеңдесіп қалды. Сайып Оспанмен амандасып жатқанда Сұлубай қапарлар Арыстанбекке қоштасып шұрқырасып кетті. Сайып: "Ошаға, қанға малып, қанға малынып келдім. Армысыңдар ағалар, бармысыңдар туыстар" деп жасаураған жасыл жалын ойланған қанды көзін сәл жұмып, еңкейіп тұрып сәлем берді. Оспан кеудесін шалқақ ұстап Сайыпқа бұрылды. Қара қастың ішіндегі ең адуынды, ең уыттысы осы Сайып деп топшылайтын көп адам. Осындай қайырылған алмас қылыш сияқты қыршын жас қалай келсе, олай келсін. Қатарына бір мықтының қосылғанына Оспан іштей қуанулы болатын. Қуанышын сыртқа шашпай тұрып: Жауың болған соң қанға малынасың. Әйтпесе, жауласып не керек? Кәнеки, кіріңдер дегенде жастар жағы есік ашты. Олар сыртта кемшақ амандасып тұрды. Қапармен Қараман Сайыпқа ілесе келген жігіттерді үй-үйге қостарға бөліп әкетті. Оспан Сайыптың кешірмелерін тыңдап отырып, оған анда-санда қарап еді. Оның қой көзі шүңірейіп, өңі түсі қашып сұрланып алғанымен, от ұшқындап, у шашып тұрғандай ажарынан аса үлкен кек алауын аңғарды.